Hello guys, now let's continue. Let's continue from where we have finished on the previous lesson. Бүгін өткен оқиға Мара Моцве ханым жайындағы әңгімемізді біз ары қарай жалғастыратын боламыз. Now let's get started. All that day, Mara Motzwe thought about Happy Babette's daddy. How could she find out if he was the daddy or not? She thought for a long time. Then she had an idea. Күні бойы Мара Моцве Happy Babette'дің әкесі жайында ойланды. Оның әкесі екенін, немесе әкесі емес екенін қалай біле алады? Ол ұзақ уақыт бойы ойланды. Содан соң бір идея келді. Енді қарап отырсаңыздар, бұл жақтағы мәтінге кішігірім грамматикалық талдау жасап кетсек. Thought дегеніміз өткен шақта. Бұл жердегі барлық сөйлемдер өткен шақта тұр. Thought ойлау, ойлады. Бірінші неде бұл think болады. Could дегеніміз, мына жерде фиолетовый жазылып тұр. Could дегеніміз ол stay алу, stay алды, өткен шағы. Can модальдық етістігінің өткен шағы could. Астындағы мына сөйлемге қарасақ. All that day, Mara Motzwe didn't think about Happy Babette's daddy. Сол күні бойы Мара Моцве Happy Babette'дің әкесі жайында ойламады дейді. Яғни think бұл жерде ойлау. Past simple, яғни өткен шақтың көмекші етістігі did. Ол көмекші етістік мына жерде тұр. Қай уақытта біз бұл көмекші етістікті қолданамыз? Сұраулы немесе болымсыз сөйлем жасаған кезде көбіне осы did көмекші етістігін қолданамыз. Didn't емес деген сөз, didn't. Didn't think ойламады. Яғни think деген етістікті біз екінші participle-ға, екінші түріне, яғни thought деп ауыстырмаймыз. Керісінше, егер didn't келген болса көмекші етістік, демек thought бірінші формасын алатын болады. Күні бойы Мара Моцве Happy Babette'дің әкесі жайында ойламады. Ойлады дейтін болсақ, Мара Моцве thought about Happy Babette's daddy болады. Енді бұл сөйлемді сұраулы қылуымыз үшін біз жай ғана сол did'ті алдына жібереміз. Did, мысалы, did Mara Motzwe think about Happy Babette's daddy? Did алдына кетеді. Яғни, Мара Моцве Happy Babette'дің әкесі жайында ойлады ма деген сұрақ қоюға болады. Сосын кейін ары қарай, мысалы, арнайы сұрақтар құрастыруға болады. Не үшін ойлады? Why did she think about him? When did she think about him? Қашан ойлады деген сияқты сұрақтармен біз ары қарай дамыта берсек болады. Осылайша мұндағы әрбір сөйлем маңызды, әрбір сөйлемнен өздеріңізге қатысты, тиісті етіп сөйлем жасасаңыз болады. Мысалы, сол күні бойы Мара Моцве әкесі жайында, Happy Babette'дің әкесі жайында ойлады. Ал сол күні, яғни кешегі күн, сіз күні бойы не істедіңіз? Ойладыңыз ба? Ән айттыңыз ба? Thought деген етістіктің орнына өзіңіздің бір істеген іс-әрекетіңізді өткен шақтағы формамен қойып айтсаңыз болады. Мысалы, all that day I slept. Сол күні бойы мен ұйықтадым деген сияқты. Әр сөйлемін өзіңізге қатысты етіп құрап, соны жазып, жазбаша түрде жазып, өзіңізбен өзіңіз сөйлеп айтсаңыз, өз сөздің сөздік қорыңыз молаяды. Ол бір, екіншіден
грамматиканы да дұрыс қолдануды үйренетін боласыз. Now let's go. Sorry. Марамоцве. Марамоцве had a friend who was a nurse. Марамоцвенің мейірбике досы болды. This friend was a large lady like Марамоцве. Бұл құрбысы Марамоцве секілді денелі ханым болатын. Марамоцве borrowed her friend's clothes and put them on. Марамоцве досының киімін сұрай тұрды. Borrow деген уақытша сұрау. Сұрап тұрып, оны киіп, сосын оны киіп алды дейді. Put them on. Оны киіп алды. She looked just like a real nurse. Ол шынайы мейірбикеге ұқсады. Look like деген бейне түрінде ұқсау, яғни түрі ұқсау. Түрі шынайы мейірбикеге ұқсады. Нағыз мейірбикеге ұқсады. Then she drove to Happy Babette's house in her teeny white van. Сосын кейін ол өзінің кішкентай, teeny деген кішкентай ақ фургонымен Happy Babette'дің үйіне барды. Happy Babette'дің үйіне жүргізіп барды әлгі фургонды дейді. Бұл жерде де сөйлемдердің барлығы өткен шақта тұр. Had, ол, have, has. Мысалы, осы шақта айтатын болсақ, мысалы, ол кезде біз айтамыз, Марамоцвенің досы бар. Марамоцве has a friend. Ал бұл жерде өткен шақта тұр. Марамоцве had a friend who was a nurse. Was дегенді біз не үшін қолданамыз? Was, were дегеніміз ол am, is, are, яғни to be'дің өткен формасы, өткен шақтағы формасы. Ол кім болды? Мысалы, оның досы мейірбике болды. Her friend was a nurse дейді. Осы шақта айтатын болсақ, her friend is a nurse. Ал өткен шақта болса, her friend was a nurse. Сұрақ қоятын болса, оның досы мейірбике болды ма? Was her friend a nurse? Арғарай сұрақ ретінде қолдана берсек болады. Was жекешеде қолданады, және бізде көпшеде қолданатын болады. Мысалы, менің достарымның барлығы мейірбике болған. All my friends, көрдіңіз, достарым, were nurses. Were nurses. Менің достарымның барлығы мейірбике болған деп айтсақ болады. Ал егер менің достарымның барлығы, осы қазір менің достарымның барлығы мейірбике дейтін болсақ, all my friends are, to be-дегі are nurses деп қолданамыз. This friend was a large lady like Марамоцве. Бұл досы Марамоцве секілді. Бұл жерде like деген сөз ұқсау, сияқты, секілді деген сөз. Яғни бұл жерде like деген ұнату емес. Түсінікті ма? Like-тың екі мағынасы бар, ұнату және ұқсау деген сөз. Бұл досы Марамоцве секілді денелі ханым болатын. Large lady үлкен, үлкен денелі деген сөз ғой. Бұл жерде was тұр тағы да. This friend was a large lady. Сұрақ қоятын болсақ, бұл ханым үлкен болды ма, денелі болды ма десек, was this friend a large lady деп сұрасақ бола береді. Мысалы, who was she like? Who was she like десек, ол кімге ұқсады? She was like, she looked like Марамоцве деп жауап береміз. Ол Марамоцвеге ұқсады. Was дегеніміз ол, was, were дегеніміз ол, am, is, are, was, were дегеніміз ол, зат есім, сын есім, сан есім, мекен, мезгіл, үстеулерімен бірге жүреді. Бұл жерде large lady, сын есім, large lady деген зат есім болып тұр. Мысалы, she was, a friend was a nurse.
Was дегеніміз бұл жерде to be'дің өткен шағы, және nurse дегеніміз зат есім. Okay. She looked just like Mara must borrow her friend's clothes. Borrow дегеніміз қарызға ала тұрды. Borrow бұл жерде дұрыс етістік, дұрыс етістік деген бар. Бұл жерде дұрыс етістік, және бұл да өткен шақта, дұрыс етістіктер өткен шағында иди жалғаймыз. Енді Мара Моцуэ досының киімін арызға уақытша ала тұрды ма деп сұрайтын болсақ, did Mara Motsua borrow her friend's clothes деп айтамыз, иә? Okay, put on дегеніміз кию. Put on, put дегеніміз бірінші participle, екінші participle put болып қалады. Жалпы put'тың өзі қою деген сөз. Положить бір нәрсені бір нәрсеге қою. Okay, she looked just like a real nurse. Ол шынайы мейірбике ұқсап қалды. Look like дегеніміз түрі ұқсау деген сөз. Мінез емес, мына түрі ұқсау. Ішкі дүниесі емес, сыртқы дүниесі ұқсау деген сөз. Then she drove to. Drove дегеніміз drive, яғни жүргізу, айдау. Бұл жерде ақ фургонды айдап барды дейді, иә. Ол одан кейін, мысалы, Happy Babetsi кешіресті, Мара Моцуэ Happy Babetsi-дің үйіне барды ма деген сұрақ қоюға болады, иә. Did Mara Motsue drive to Happy Babetti's house? Немесе немесе Мара Моцуэ қайда барды деген сұрақ қоюға. Where did Happy Babetsi drive to? Yeah? Деп сөйлемдер сұрақ қоя берсек болады. Бұл да барлығы past simple, яғни өткен шақта тұр. Okay. The daddy. Oh my gosh, how to. Sorry, guys. The daddy was sitting in his chair outside the front door, enjoying the morning sun. Әкесі үйдің алдыңғы есіктің, сыртқы есіктің алдында, есіктің сыртында таңғы күнді тамашалап отырған болатын. Was sitting дегеніміз қай шақ? Бұл past continuous tense, созылмалы нақ осы шақ. Яғни басталған, бірақ аяқталмаған өткен шақтағы іс-әрекет. Біздегі келе жатты, отырған еді, ұйықтап жатқан еді, сөйлесіп отырған еді, күн шуағын тамашалап отырған еді деген, бара жатқан еді деген сияқты осындай сөздермен аударылады. Past continuous tense. Бұл жерде формуласын білесіздер. Daddy болса was, яғни бір жекешеде was, көпшеде were болады. Mara Motsue stopped the car and ran quickly up to the house. Mara Motsue көлікті тоқтатып, тездетіп үйге қарай жүгірді дейді. Up деген сөз, яғни жоғары қарай. Демек, жаңағы Mara Motsue көлікті төмен жақта қарау, жаңағыдай тоқтатып, кішкене төбеге қарай жүгірді. Яғни кішкене қырылау жермен болу мүмкін. Up деген әрдайым төбеге қарай, жоғарыға қарай іс-әрекет жасағанда қолданатын сөз. Енді мына жердегі грамматикалық разборға қарап жүрсек. The daddy was sitting. Әкесі отырған еді. Іс-әрекет басталған, бірақ аяқталмаған. The daddy was not sitting. Әкесі отырмаған еді. Past continuous болды. Просто бұл жерде формуласын түсіндіріп жатырмын сіздерге. Бұл жерде бұл болымсыз түрде тұр. Was the daddy sitting? Әкесі отырған беді? Отырған ба еді сол кезде деген сияқты. Бұл жерде was алдына шығып тұр. Демек бұл past continuous interrogative, яғни сұраулы сөйлем.
Жауабы yes, he was дейміз, мәтінге сай. Марамоцу stopped the car. Марамоцу көлікті тоқтатты. Марамоцу didn't stop the car. Марамоцу көлікті тоқтатпады дейді. Did Марамоцу stop the car? Марамоцу көлікті тоқтатты ма? Тағы да бір сұрақ ойлап тапсақ болады. Why did Марамоцу stop the car? Не үшін тоқтатты көлікті? Деген сияқты. Яғни әрбір сөйлем, мәтіннің әрбір сөйлеммен жұмыс істеген сайын сіздің сөздік қорларыңызды молаяды, әрі грамматиканы да түсініп, сол грамматиканы қолданып сөйлеуді үйренесіздер. Рахмет. Келесі. Are you happy Babet's daddy? She said. Сіз happy Babet'дің әкесі боласыз ба? Деді ол. The daddy stood up. Әкесі орнынан тұрды. Stay, өткен шағы stood up, яғни жаңағыда айтқанды төбеге жоғарыға қарай іс-әрекет жасағанда stood up деп қолданамыз. Yes, he said proudly. Деді ол мақтанышпен, мақтаныш кернеп. Proudly дегеніміз мақтанышпен деген сөз. I'm very sorry, but Happy has been in a car accident, said Maramotsu. Өкінішке орай, кешірім өтінем, кешірім сұраймын. Бірақ Happy жаңағыдай жол апатына ұшырады. Has been in a car accident, said Maramotsu. Деді Maramotsu. She's very ill in the hospital. Ол ауруханада қатты ауырып жатыр. Немесе ол ауруханада қатты сырқат деп айтсақ болады. Енді қарайық. I'm very sorry, but Happy has been in a car accident. Has plus verb 3. Have plus verb 3. Бұл дегеніміз present perfect simple. Present perfect simple'ды қолданатын аясы өте көп. Бұл жерде қай мағынада қолданып тұр? Present perfect жаңалық айтқанда. Яғни бұл жерде әкесінің хабары жоқ. Әкесіне естіртіп жатыр, хабар айтып жатыр. Осылай Happy Babetsi жаңағыдай апатқа ұшырады, жол апатына ұшырады деп хабар ретінде айтып тұр. Бұлындай жағдайда хабарда негізі жалпы present perfect simple'да уақыт маңызды емес. Бұл жерде уақыт онша көп маңызды жоқ. Past simple'дың past continuous'та уақыт маңыздырақ. Дәл нақты қай уақытта қашан болды, оны атап айтып кетсеңіз жүдә жақсы болады. Негізінде ол past simple, past continuous'та уақыт маңыздырақ. Бірақ present perfect simple'да уақыт маңызды емес. Бірақ мысалы бір уақыт кеңістігінде, мысалы бір сағат, бір апта, бір ай ішінде қанша іс жасап үлгерді, немесе адам қанша жерге барып үлгерді. Яғни қанша іс, қанша нәрсе жасап үлгерді, сол маңыздырақ, бірақ уақыттың соншалықты маңызы жоқ. Бұл жерде де, мысалы сіз бір жаңалықты естіп, соны естірту үшін айтатын болсаңыз, жаңа ғана осындай бір жағдай болды деп айтатын болса, қай шақта айтамыз? Present perfect simple-да айтатын боламыз. Есте сақтаңыздар. Енді she's very ill in the hospital дейді. Ол ауруханада қатты ауырып жатыр деп айтсақ та болады. Немесе білесіздер to be бұл жерде am is a, яғни am is a жүрген жерде. Бұл жерде көбінесе зат есім, сын есім ill деген ауырып жатыр. Сырқат, қандай сырқат? Демек бұл жерде сын есім қолданып тұр. Демек сырқат деп айтсақ та болады. She is very ill in the hospital. I'm very sorry, but Happy has been in a car accident. Happy hasn't been in a car accident. Енді бұл жерде формасын, жай ғана формасын келтіріп тұрмын. Happy ешқандай да жаңада жол апатына ұшырамады дейді. Екінші сөйлем бұл жерде болымсыз түрде тұр. Енді сұраулы сөйлемді қалай жасаймыз? Жаңа has, have деген көмекші етістіктерді алдына жібереміз. Бұл жағдайда has, жекешеде has, көпшеде have. Has Happy been in a car accident?
Happy жол апатына ұшырады ма? Yes, she's been. Я, ол ұшырады деп тұр бұл жерде. Яғни past кешіресіздер present perfect simple қай кезде қолданылады? Жаңалық ретінде бір нәрсе айтатын болсаңыз. Жаңалық мысалы сіз үшін ол таңғаларлық жаңалық, өзге адам үшін де оны естілмеген, білмеген жаңалық ретінде айтатын болсаңыз, немесе жалпы осындай бір жағдай болыпты дегенді айтатын болсаңыз, бұның уақытын айтпайтын болсаңыз, уақытын меңземейтін болсаңыз, онда present perfect simple айта берсеңіз болады. Ал егер кеше ол ұшырады дейтін болсаңыз, бітті. Ол past simple'да. Немесе 2 сағат бұрын осындай жағдайға ұшырады дейтін болсаңыз, ол да past simple'да келеді. Ал егер жаңа ғана осындай жағдайға ұшырады, just деген сөз бар бізде уақыт үстеуінде. Just жаңа ғана деген сөзді қолданатын болсаңыз, онда ол да present perfect simple'ға кетеді. Түсінікті ғой, иә? Now, sorry. My daughter cried. So guys, my daughter cried daddy. Қызым-ау, менің қызым, я, қызым деп айғайлады әкесі. Немесе cry деген сөздің негізгі мағынасы көп. Cry деген айқайлау, немесе cry деген жылау. My little baby happy. Менің кішкентай ғана ботақаным, балапаным happy'im деп отыр. Yes, Mara Motswe continued. Я деп Mara Motswe жалғастырды. Happy is very sick and she has lost a lot of blood. Happy өте қатты сырқат дейді, қатты сырқат, және ол көп қан жоғалтты. We must get more for her. Біз оған көбірек беруіміз керек. Yes, said the daddy. Я деді әкесі. They must give her that blood. Олар оған сол қанды беру керек. Lots of blood. Көп қан. I can pay. Мен төлей алам. Төлей аламын дейді. Енді бұл жерде сөйлемдер әртүрлі шақта тұр. Mara Motswe continued past simple that happy is very sick деп өз атынан айтып тұр бұл жерде. And she has lost a lot of blood. Қараңыздар, бұл жерде де present perfect simple тұр. Неге? Себебі әкесінің бұдан хабар жоқ қой, ол қан жоғалтты ма, жоқ өлім аузында жатыр ма, мүмкін қаны жетеді, бірақ басқа жері жарақат алды ма, ол білмейді. Сол себепті бұл жерде сосын уақыт маңызды емес, иә? Әйтеуір қан жоғалтты, ол болды, қан тауып беру керек деген жағдайда тұрғаннан кейін, бұны біз present perfect simple'ға қойдымыз. Өйткені уақыт маңызды емес. Осы жаңа ғана болған жағдай бұл. Сол жағдайдың әсерін айтып жатыр. Соның кесірінен, сол жаңа аварияға ұшырағанның кесірінен ол қан жоғалтты деп. Олар оған осы қанды беру керек. Lots of blood, I can pay. Я, мен төлей алам. Can деген бұл жерде stay алу деген, stay аламын деген модальдық етістік. Модальдық етістік ретінде қолданып тұр. Мына жерде must деген сөз, бұл да модальдық етістік. Must деген тиісті, міндетті деген сөз. Міндетті. Мысалы, I must go home. Мен үйге баруым қажет. Тиістімін, баруым керек. Міндеттімін деген мағынада қолданып тұр. Now next, келесі. The money is not problem, said Mara Motswe. Ақша мәселе емес, деді Mara Motswe. Blood is free, but we don't have the right kind. Қан тегін, бірақ бізде дұрыс түрі жоқ. Blood is free дегеніміз қан тегін. Бірақ бізде дәл жаңағы happy бабетсіге түсетін түрі жоқ деп тұр. We don't have, бізде жоқ. Kind деген сөз түрі, виды, сорты деген мағынада қолданады. Type,
kind деп. We will have to get blood from someone in her family and you are the only person. Біз оның отбасындағы біреуінен сол қанды алуға мәжбүр боламыз. Have to мәжбүрміз деген модалды етістік. And you are the only person. Және сіз жалғыз ғана адамсыз. Отбасындағы. We must ask you for some blood. Сізден қан сұрауға міндеттіміз, тиістіміз. Енді сондай жағдайдамыз деген сөз. Төмен қарай түсек. We'll have to get blood for someone in her family. Бұл жерде will деген сөз спонтанно, яғни шешім қабылдап, сол арада шешім қабылдаған кезде, яғни тез арада, бір жағдайда тез арада біз шешім қабылдайтын болсақ, біз ол кезде жаңағыдай will'ды қолданамыз. Will білесіздер келер шақтікі. Бірақ will'ды біз қай жағдайда қолданамыз? Біз will'ды қолданамыз кенеттен шешім қабылдаған кезде. Сізден біз қан алуға мәжбүрміз. Мысалы, біз сізге хабарласуымыз керек. Мысалы, біз біреумен сөйлесіп отырып, мен сізге кейін хабарласам деп сіз сол жерде сондай шешім қабылдап бірден айтатын болсақ, I will call you деп бірден біз шешімді айтатын боламыз. Have to дегеніміз мәжбүр деген сөз. Яғни бір нәрсені жасауға мәжбүр. I have to go, мен кетуге мәжбүрмін. I have to work, мен жұмыс істеуге мәжбүрмін. Have to осы шақта had to деп қолданатын болсаңыз, ол өткен шақта. Мысалы, сен кетуге мәжбүрсің бе? Do you have to go? Сен кетуге мәжбүр болдың ба деп өткен шақта сұрайтын болсақ, did you have to go? Мысалы, did you have to give some blood? Қан беруге мәжбүр болдың ба деп сұрайтын болсақ, яғни бұл жерде нақты қай шақта қолданамыз, соны білуіміз керек. Have to'ды қолданатын кезде. Must дегеніміз ол керек, тиіс деген сөз. Must. Must керек, тиісті, міндетті деген сөз. Мысалы, ережені біз сақтаймыз ғой. We must keep, мысалы, the rules of the game. Мысалы, ойынның мақсатын, ойынның ережесін жаңағыдай ұстануға, бұл жерде keep деген сөз ұстану, сақтауға, ойынның ережесін сақтауға тиістіміз деген сөз. Енді достар, қарайтын болсаңыз, мен әрбір жаңағыдай мәтіннің астына қазақшасын бергенмін. Осы қазақшасын әрбір тыңдаған, көрген кезде салыстырып, видеоны тоқтатып, арада көріп, жаңа сөздермен танысып, қазақшасымен таныссаңыздар болады, жаңа сөздермен сөйлем құрасаңыздар болады. Сіздерге ағылшын тілін үйренуде барша сәттіліктерді тілеймін. Енді ары қарай кеттік. The daddy sat down heavily. I'm an old man, he said. Әкесі жай ауыр, жаңағыдай байсал, heavily деген бір жерде байсалды түрде былай жай отырды. I'm an old man, he said. Мен қары адаммын деді ол. Yes, said Maramotsu. Деді Maramotsu. That is why we're asking you. Сол себептен де біз сізден сұрап жатырмыз. That is why деген сөзіміз сол себепті. Яғни because of it десек те болады, деп алмастырсақ та болады. That is why деген сол себепті біз сізден сұрап жатырмыз. Сіздің кәрі болған соңыңызда сізден сұрап жатырмыз. Happy needs a lot of blood. So we will have to take about half your blood. Happy'ге көп қан керек, сол себепті. So дегенде сол себепті, сондықтан деп аударылады. Бұл жерде сол себепті де біз сіздің жарты қаныңызды алатын боламыз. It will be very dangerous for you. Бұл сізге өте қауіпті болады.
Енді мына жердегі will деген жаңағы уақыт кешіресіз етістікке көмекші етістікке қарайтын болсақ, бұл жерде will не себепті қолданып тұр? Will келер шақтың көмекші етістігі, иә. Бұл жерде will бізде не үшін қолданады? Бұл жерде will prediction, яғни алдын ала болжам айтқан кезде. Ол кәрі адам болса да, мысалы денсаулығы мықты болуы мүмкін да, сол себепті тіпті денесіндегі жарты қанды алса да ол өліп қалмауы мүмкін. Ол ауырмауы да мүмкін. Мысалы, бір апта ауруханада жатып, өз-өзіне келіп, қайтадан ұзақ ғұмырын сүре беруі мүмкін. Бұл жерде will be dangerous, қауіпті болады, яғни сізге бұл өлімге дейін алып барады деген мағынада тұр. Ал ол өлімге алып бару да, алып бармау да мүмкін. Бұл жерде will дегеніміз жаңағыдай біз бәлкім сондай болатын шығар, қауіпті болуы мүмкін деген болжам ретінде қолданып тұр. Ал need дегеніміз ол қажет, керек деген сөз. Happy needs a lot of blood. Happyге көп қан керек. Need деген қажет деген сөз. Мысалы, I need some rest. Маған біраз демалу керек деген сияқты need деген қажеттілікті айтқан кезде қолданамыз. Келесі. Dangerous, said the daddy. Қауіпті ме деп деді әкесі, яғни қауіпті деп ойланып қалды әкесі. Yes, said Maramoto. Я, деді Maramoto. But you are her father. Бірақ сіз оның әкесісіз. We know that you will want to help your daughter. Біз сіздің қызыңызға көмектескіңіз келетінін білеміз депті. Яғни, you will want to деген сөз не үшін қолданып тұр? Бұл жерде will want to деген не үшін қолданады? Себебі бұл да prediction, алдын ала болжам. Мүмкін ол қызына көмектескісі келмейтін әке шығар. Мүмкін жақсы көрмейтін шығар қызын, кім біледі. You will want, бұл жерде will дегеніміз бұл да болжам. Сізде көмектесетін болатын шығарсыз, көмектесуге дайын шығарсыз, оны біз білеміз деп. Біз we know деген сөз, біз солай ойлаймыз деген сөз. We know, we believe, we think деп қолдана берсек, болады. Now come quickly or it will be too late. Ал қазір тезірек жүріңіз, немесе тым кеш болады. Will be too late. Бұл жерде де will жаңағыдай prediction. Мүмкін кешікпейтін шығарсыздар. Мүмкін дер кезінде үлгеретін шығарсыз. Мүмкін тым кеш болатын шығар. Даже әкесі барған күннің өзінде үлгеріп, қызына көмектесе алмай қалуы да мүмкін. Ал бұл жерде to не себепті қолданып тұр? To қолданып тұр себебі тым деген мағынада. Егер to сөйлемнің соңында келсе, айтып өткендей, ол да, менде, сенде, бізде деген мағынада жүретін еді. Ал бұл жерде to сөздің ортасында, сөйлемнің ортасында жүретін болса, тым деген мағынада. Too late деген тым кеш деген сөз. The daddy opened his mouth and closed it. Әкесі аузын ашты, содан соң жапты, сосын қайта жапты дейді, мына жерде айтып өткенімдей, will бұл жерде, мына екі сөйлемде де will prediction, яғни алдын ала болжам ретінде қолданып тұр. Біз will арқылы алдын ала болжауымызға болады. Біз will арқылы уәде берсек те болады. Немесе жаңағыдай кенеттен шешім қабылдасақ та болады. Тез арада. Come with me, said Maramoto, taking his wrist. Менімен бірге жүріңіз, деді Maramoto білегінен ұстап. I'll help you to the van. Сізді фургонға дейін жеткізіп салайын деді. I will help you to the van. Бұл жерде will деген сөз не үшін қолданып тұр? Яғни, үлкен кісі оны қолынан ұстап, қолтығынан ұстап жаңағы. Демек, кішкене, фургонға апара жатыр. Will деген сөз, I will help you деген сөз. Will бұл жерде не үшін қолданады? Will дегеніміз
Бұл жерде will кенеттен біз шешім қабылдадық. Яғни қарт адамға жаңа мейірбике кенеттен көмектесемін, яғни оған көмектесейін, осы кісіні ұстап, сол неге отырғызайын деген оймен бармайды ғой, ойбай алып барайын деп деген оймен барады просто. Ал бұл жерде will деген сөз кенеттен шешім қабылдады. I will help you to the van. Сізге көмектесейін. Яғни айтып жатырмын ғой, біз сөйлеген кезде мысалы бір дүкенге барып, біз дүкеннен мысалы біз су үшін барамыз да, еще плюс мысалы тағы бір торт немесе бір алма сатып алатын боламыз, иә. Сол кезде біз алма үшін бармадық қой. Маған ана алманы I will buy apples дейтін болсаңыз, осы жерде айтуға болады. Тағы да мен алма сатып аламын. Бірақ сіз алманы алу үшін барған жоқсыз. Бұл жерде жай ғана сондай кенеттен шешім қабылдаған кезде біз will қолданамыз. Ары қарай. No, said the daddy in a weak voice. Жоқ деді әкесі әлсіз дауыспен. I can't go. Мен бара алмаймын. Can, білесіздер, істей аламын. Can't, істей алмаймын. I'm not really her daddy. Шындығында мен оның әкесі емеспін. There has been a mistake. Мұнда бір қателік кеткен. There has been a mistake. Негізі бұл mistake бұрыннан келе жатыр, өткеннен. Бірақ мұнда бір қателік бар деп айтқан. Бұл жерде present perfect simple'да бұның уақыты маңызды емес, жалпы хабар беру ретінде айтып тұр, жалпы бір қателік кетті деп. You are not her daddy? Сіз оның әкесі емессіз ба деп айтты Мара Моцва angrily. Деп айтты, angrily деген ашуланған күйде. Then, why are you sitting in that chair and eating her food? Онда сіз неге мына орындыққа отырып, оның жаңағы тамағын жеп жатырсыз дейді. Why are you sitting? Неғып отырсыз? Жалпы бұл жерде ол орындығында отырып тамақ жеп жатқан бет жоқ. Ол жай ғана сырттағы орындықта отырып күнді тамашалап отқан еді. Бұл жерде неге present continuous қолданып тұр? Мына жақты білетін болсаңыз, бұл present continuous себебі жалпы неге сіз осы орындыққа отырып келесіз? Әлі күнге дейін деген сұрақ. Яғни бұл міндетті түрде сол кезде ол отырған жоқ, бірақ неге әлі күнге дейін отырып келесіз бұл орындыққа, және неге оның тамағын жеп келесіз осы уақытқа дейін деген, әлде жеп жүрсіз деген мағынада қолданып тұрған present continuous-тың да өзінің жаңағыдай түрлер жолдары бар қолдану. Do you know that there is a law in Botswana against people like you? Ботсванада сіздер сияқты адамдарға қарсы заң бар екенін білесіз бе деп сұрап жатыр, иә. There has been a mistake, иә, мұнда бір қате кетті. Кешіресіздер. Деп айтып жатыр, иә. Against деген қарсы. Сіздей адамдарға қарсы. Against you, сізге қарсы. Against my parents, ата-анама қарсы. Against my friends, достарыма қарсы деп қолдана берсек болады. Okay, next is the last one is I'll help you to the van. Ja, жаңағыда айтқанымда бұл will дегеніміз кенеттен шешім қабылдау. I can't go, бара алмаймын. I can go, бара аламын. Can you go? Бара аласың ба деген сөз. No, I can't, бара алмаймын. Can және could. Can осы шақта, could өткен шақта қолданылады. The daddy looked down at the ground and shook his head. Әкесі төмен қарап, жерге төмен қарап, басын шайқады. Go inside that house and get your things. Үйге кіріңіз де заттарыңызды алыңыз дейді. Get деген алу деген сөз. Деп бұйрық береді. Бұйрық рай әрдайым осы шақта жүреді. Естеріңізде болсын.
деп айтады Марамоцве. You have 5 minutes. Сіздің 5 минутыңыз бар. Then I'm going to take you to the bus station and you are going to get on a bus and never come back дейді. Одан кейін мен сізді автобус аялдамасына алып барам. Сіз сол жерден автобусқа отырасыз да және ешқашан оралмайсыз дейді. Артқа қайтпайсыз. I'm going to take you to the bus деген бұл жерде Марамоцве шешім қабылдап қойған. Әлгі адам қалай ма, қаламай ма, ол бәрібір де я собираюсь, мен сізді алып барамын деп тұр. Я собираюсь, алып барайын деп жатырмын деген сөз. Уже болды. Бұл жерде тіпті will да қолданып тұрған жоқ. Алып баратын боламын, алып барам ғой деген сияқты. Жоқ, бұл жерде нақты. Мен сізді автобус аялдамасына алып барайын деп жатырмын. Сіз сол жерден, ол уже тағдырын шешіп қойды бұл жерде Марамоцве жаңағы кісінің. Сіз сол жерден автобусқа отырасыз, отырайын деп жатырсыз. Яғни отырасыз бәрібір де деген сөз, және ешқашан оралмайсыз деп отыр. When Happy Babette returned home and the daddy's room was empty, Happy Babette үйіне оралған соң әкесінің бөлмесі бос болды. Return дегеніміз оралу деген сөз. There was a note from Maramosve on the kitchen table. Мұнда ас үйдегі столдың үстінде Марамоцведен бір жазба қалыпты дейді, болды. As Happy read the note, she smiled. Happy жазбаны оқыған кезде күлімсіреді. Бұл жерде as деген сөз кезде, как только деген мағынада. Оқыған сәтте, жазбаны оқыған сәтте күлімсіреді дейді. That man was not your real daddy. Әлгі кісі сіздің шынағыз әкеңіз емес еді. He told me, ол маған айтты. Maybe you will find your real daddy one day. Бәлкім бір күні шын нағыз әкеңізді тауып аларсыз. Көрдіңіз ғой, will бұл жерде кәдімгі prediction. Бір жағынан бұл тіпті жаңағы тілек ретінде тұр, бір жағынан бұл prediction. Бәлкім бір күндердің бірінде сіз өз әкеңізді тауып аларсыз деген ойда. Бұл жерде will кәдімгідей болжам. Maybe not, бәлкім жоқ. But now you can be happy again. Бірақ қазір сіз қайтадан бақытты бола аласыз дейді. Maybe you will find your daddy or maybe you will not find him деп тұр бұл жерде. Кәдімгідей болжам ретінде айтылып тұр. Құрметті достар, сіздерге ағылшын тілін үйренуде, ағылшын тілінің грамматикасын үйренуде сөздік қорларыңызды молайту жолында сәттілік тілеймін. Мен каналыма жазылып кеттіңіздер және менімен бірге қосылып ағылшын тілін мәтін арқылы үйреніп көрулеріңізді ұсынамын. Келесі мәтінді оқығанша сау саламатта болыңыздар. Bye bye. Goodbye all of you.